сіздердің денсаулықтарыңызға пайдасы огромный. Өйткені біз тазаланбасақ, онда біздің ағзамыз бізге қиналып жұмыс істейтін болады ішқұрылыс. Қиналмай жақсы ішқұрылысым жұмыс істеу үшін мінекей, мінекей су, кәдімгі мынау су. Көріп тұрғандарыңыздар, бірақ 3 литр су аласыз. Тап-таза, өзіңіз ішіп жүрген су болса болады. Таза су болу керек. Таза су ол адамның өмірі емес па? Адам сусыз тұра алмаймыз ғой. Сол себептен су өте қажет адамның организміне. Бірақ бұл суды құр ішуге де болмайды ғой. Бұл суды біз қалай ішуімізді білмейміз. Тазалау үшін. Бұл суды біз әшейін құр іше береміз, одан түк те пайда жоқ. Ол сіздің ағзаңызды остеопорозға келуі мүмкін, көп суды қолданған кезде. Сол себептен суды да абайлап ішу керек. Тем более жасы келген кісілерге өте қиын суды көп ішу. Ол зиян болуы мүмкін. Сол себептен мен сіздерге бұл рецептті айтып отырған себебім, бұл рецепт сіздің ағзаңызға өте керемет көмегі зор. Міне, біз мынандай, өзіңіз көріп тұрғандай, мына не нәрсе деп ойлайсыздар? Мынау тұз. Тұз болғанда да қандай тұз десеңізші? Бұл тұз кәдімгі біздің қара тікен тұз дейді бұны. Қара тікен минерал сияқты, көрдіңіз ба? Білесіз ба, қаншама осы минералдың бізге ағзамызға пайдасы бар екен. Бұның пайдасы зор ғой мынау тұздың. Бұны сіз мынандай бір қасығын аласыз осы тұздың минерал. Бұл қай жерде сатылады дейтін болсаңыз, ол любой базарда болады ол. Любой базарда болады, өйткені малға береді бұны. Малға іліп қояды, дәу қылыпшы. Сосын жаңағы байқасаңыз санаторийлерде осымен демалтады, өкпені тазалайды деп. Мысалы, осы тұздың несімен демалдырып отырады. Өзі специально сондай тұзбен демалатын бөлмелер болады. Міне тура сол бөлмелерде қолданатын кристаллик тұздар. Мінекей. Ал бұл ағзамызға өте пайдалы. Қыздар, осыны аласыздар, сосын мінекей. Мынау нан сода деген міне. Нан сода деген өзіңіз білесіздер. Хлебный сода дейді, нан сода дейді, әйтеуір. Бұны бізде үйде көп қолданамыз ғой. Неше түрлі выпечкаларға, неге? Бұның ешқандай зияны жоқ. Екеуінің де ешқандай зияны жоқ ағзаға. Сосын сіз аласыз да, бұл мысалы 3 литро банкаға не мынандай бір қасығын саласыз. Кешке жақын дайындап қойыңыз. Сосын чайный ложкамен, тағы бір қасық чайный ложкамен саласыз да, сосын жақсылап тұрып, бұны араластырасыз былай. Араластырасыз да, кешкісін крышкасын жабыңыз да, түнімен тұрсын бұл. Түніне тұрсын. Мынау суымыз тұнады, әдемі болып, азанда дайын тұратына су. Таңертең тұрғаннан кейін осы суды аласыз да, стаканмен әр 10 минут сайын бір стаканнан ішесіз. Асықпай, жайлап, ақырын бір стакан шебересіз. Сосын мына жартысына шейін келгенде туалетке жүгіретін боласыз. Түске дейін аш жүресіз. Түске дейін любой адам шыдайды деп ойлаймын. Шыдаңыздар. Түске дейін аш жүрсеңіз, енді бар ғой, өміріңе риза боласыз ғой. Сіз маған рахмет айтатын боласыз бұл рецептке. Керемет рецепт. Сіздерге рахмет, тыңдағандарыңызға. Маған лайк басып, подписаться етіп кетуді ұмытпаңыздар.